Баршаңызға сәлем, есімім Майя. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай мамықтай жұмсақ болып шығатын сметана кексінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл кекске артық ештеңе қосудың керегі жоқ, үйдегі бар заттардан қосып жасайтын боламыз. Әп-әдемі болып шығады. Ол үшін бізге ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бір массаға келгенше жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін жарты кесе сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне 5 ас қасық сметанамызды саламыз. Сметанамызды 5 ас қасық салып, осыларды жақсылап тағы да миксерлеп аламыз. Бір массаға келгенше жақсылап миксерлейміз. Барлығын миксерлеп болғаннан кейін үстіне електен өткізіп ұнымызды саламыз. Миксерлеудің керегі жоқ, оны қолмен араластырсаңыздар жеткілікті. Бәрін бір келке қылдырып, қатпар қалдырмай, осылардың үстінен қопсытқышымызды саламыз. Қопсытқышты салғаннан кейін бұларды жақсылап араластырғандарыңыз дұрыс. Барлығы бір келкі болғанша. Мен құю үшін осындай арнайы кондитерский салфанға салдым. Ыдысына салып, үстіне жаңағы массаларымды салып алдым. Сонда артық жерге төгілмей ыңғайлы, салғанға да ыңғайлы болады. Ұшын сәл ғана кесіп, осындай кәдімгі кексіміз пісіретінге құйып аласыздар. Барлығын бір келкі қылдырып құйып, 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аласыздар. Мінекей біздің кексіміз дайын болды. Осындай жұмсақ болып шығады, әп-әдемі болып шығады. Үстіне осындай сахарный пудра сеуіп, дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептер шығатын болады. Рахмет.